Қайырлы достар, қазір мен Талас ауданы Қаратау қаласындамын. Қасымда аты жөніңіз кім? Марина Гасанова. Марина Гасанова, кішкене дауысыңызды қаттырақ дауысын шығарттым. Өйткені біз қазір қазір тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирден шығуымыз біз қазір тура қазір Талас ауданы Қаратау қаласы полиция бөлімінің сервистік жаңағы полиция бөліміндеміз. Осы жерді бізге жұмыс жасауға және бергені үшін осы полиция басшылығына алғысымды айтамын. Өйткені мыняқа екінің бірін кіргізе бермейді, шыны керек. Полицияның өйткені пропускной пунктісі бар. Енді бүгінгі тікелей эфирге шыққан себебіміздің бірінші себебі Марина Гасанова бұл кісі Қазақстан Республикасының азаматы. Бірақтан қанша жыл болды Қазақстанда жүргеніңізге? 18 жыл болды. 18 жыл болды Қазақстан Республикасында жүргенінде. Бұл кісінің күйеуі малшы, мал бағады, тауда жүреді, малдың артында жүреді. Енді бұл кісінің Қазақстанда туған қанша балаңыз бар? 7. 7 баласы бар. 7 баласын кеше 5 баласын үйден сіз масаң күйдесіз деп неге ауруханаға барып освидетельствосын өткізіп 5 баланы алып қойыпты. Енді осы бойынша енді басынан бастап түсіндірейік, неге осы уақытқа дейін сіз не алмағансыз, гражданство алмағансыз? Сол мен осы жаққа өткен кезінде барлығым бар еді, менің паспортым бар еді. Содан кейін пропискаға отырамын деп бір кісі мені ары бері жүргізген, істеймін деп алдап кеткен oldu. 11 жыл сол кісінің малын қарадық, бүкіл семьямен, бала шағамды. Одан кейін Жамбыл облысына қашан өттіңіздер? Жамбыл облыстан кішкене қаттырақ сөйлеңізші. 2017 жылда. 2017 жылы сіз Жамбыл облысында өттіңіздер. Одан кейін кімнің малын бақтыңыздар? Жамбыл облысынан. Қырғызстаннан ба? Жоқ, негізінде бірінші айттыңыз ғой маған Түлкібасқа барып өттік дедіңіздер. Түлкібастағы нені жаңағы Рысқұлов ауданынан не істедіңіздер? Енді Жамбыл облысының осы Талас ауданына сіздер қашан өттіңіздер? 2017 жылы. Сентябрьде өттіңіздер. Ол кезде балаларыңыз бәрі Қазақстанда дүниеге келді ма? Бәрі толықтай жетеуі де Қазақстанда келді. Жетеуінде метрикесі бар ма? Жетеуінде метрикесі жоқ, бесеуінің метрикесі бар. Екі қызымның соңғысының метрикесі жоқ. Неге? Туылған деп. Неге метрикелер? Бермеді, мен паспортымды жоғалтып алдым, сондай бір кісінің арқасында. Значит, 5 балаңыздың метрикесі бар, Қазақстанда туылған деген. Иіндері жоқ. Иіндері жоқ, да? Ал екеуінде мүлдем туылды деген қағаз бар, бірақтан нелері жоқ. Енді осындай күйге, жағдайға не үшін түстіңіз, қалай түстіңіз? Сол постоянно малдың несінен болдық, бізді өстіп алдап жүрді, істеймін деп. Құжаттарын істейміз, балаларыңызды не істеймін деп. Шығармадым ешқайда. Көмектесіп жүрдім сол малға. Осы жаққа келдім 4 жыл бұрын. Қызым да ол кезде кішкентай еді, не жұмысқа шығармадым, не возможность болмады, сол жаққа шығып Қырғызстанға қайттым, жаңа паспорт істеймін деп. Возможность болмады. Енді сіз маған айттыңыз, 2 балаңыз басқа бір байдың, дүкейдің қолында дедіңіз. Ол кімнің қолында 2 балаңыз? 2 балам, бәрі 7 балам бір күйеуімнен. Жоқ, түсінбедіңіз. 2 балаңыз бөлек басқа бір кісінің қазір қолында, 5-еуін полиция алып кетті дедіңіз. 2 балаңыз қайдасыз? Жоқ, олар 5 бала, 2 қызымен 3 балам, сол бәрі полицияның қолында. 2 балам, екінші, 4-ші балам Ауданбек деген кісіде. Ауданбек деген кісіде, Ауданбек деген кісі кім? Ол да бұрын соларда жұмыс істеді балалар. Бұрын емес, енді бір 2 апта болды. 2 балам көмектесінде. Қысқанысы, кішкене сіздің осы аты жөніңізді? Мен судья ұстап Жоқ, бірінші мен сізден рұқсат сұрамаймын. Екіншіден сіз формада, сіз бар ғой, қызмет жасаудасыз. Еш болсын мен сізден сұрамаймын.
енді сіз жұмыс орнына келіп отырсыз ғой. Шақырып Полициядан. Енді аты жөніңіз кім? Тұрсынхан бар. Тұрсынхан Рауным. Ол кісі кеше менің балаларымды алып кетті, мені аферисті жасады, менің 5 баламды алып кетті деді. Сол бойынша келіп отыр мен. Не жағдай болды? Айта аласыз ба? Айтайын. Айтыңызшы. Содан жай сот процесінде тұрады. Жолда документ жоқ, ешқандай құжат жоқ. Есепте тұрады. Жай сот 202 санатпен есепте тұрады. Бұл кісі ішімдік ішеді өзі. Мен қалай айтса болады? Сарайда тұрады бұл кісілер, подхозда тұрады. Сол жерден біз алып келеміз, кішкентай әлдей болғаннан жанымызды ашып, бала далада қалмасын, қыста қатып қалмасын деп, өкіметке жүгіріп школьный бір айдаға біреуге бір адрес қандай Ақшораева апардым. Сол жерге апарып, мектеп әкімшілігімен бірге орналастырдық сол жерге. Мен өзім айына бір рет тексеріп тұруым керек заң бойынша. Бірақ мен айына емес, аптасына бір рет барып тұрамын өзім үшін, ешқандай не жағдай, төтенше жағдай болмас үшін. Мен барған кезде соседтер енді көрші жалуются кісіге. Бірінші этажға затоп жасады, таңғы 7-те еркек үйде толған, ішеді, ішімдік. Мен өзім барғанда да ішімдік көрдім. Менде фотофиксация бәрі бар. Сіз одан кейін көршілерден естедіңіз бе? Түсініктемелер алдыңыз ба? Енді мен айтып алайын. Бұл кісіге мен талай ескерттім өзі деп айттым. Марина, балаша, қара, 7 баламда сен құжатсызсың, ескерткем. Бұрын соңды мен профилактикалық жұмыс менікі, алдын алу. Мен бұл кісімен жұмыс жасадым. Біраз айтты, мектеп әкімшілігімен де барып акт жасалды. Енді бұл кісіге кеше көршілер звондады маған. Бұл кісіден маза бермей кетті деді. Кәмелет жасқа толмаған қыз да жүр ішінде. Ол қызды да таңға апарып қамады мен кеше. Өміркен жағдайға 17 жасар қыз. Ол кісі парасат көзінде еді. Ол кісінің үйден таппадым балалармен. Бір баласы араласып жүрген, подружка дос болып. Сол кісінің үйіне шықты бір баласы. 4 бала үйде екен. Қайда ол уақытта шықты? Үйде болды ғой. Подружкасы үйінен сол жақтан бардық. Жаңағыдай 17 жасар қыз арқылы таптым да бір бардық, сол жерден бардық. Ол кісі алкоголь ішінде ішкен, есін білмей қалып жүрген. Жоқ, сол үйдің егесі, келіншек. Бұл кісі жоқ уже шығып кеткен. Сонымен жаңа қыз арқылы таптық. Съемный квартирадан 3 қазақ жігіт, бір күрді жігітпен салтанат деген тағы бір келіншек бар, осы кісіні таптым. Квартирадан. Өзі ішімдік ішіп алған. Одан алып шықтым. Марина түсіндім. Марина, сенің балаларың ертең алып, сен құжатың жоқ. Мен сізге қанша көмектестік. Бұл кісі жұмыс істеуге бейімделмейді өзі, жұмыс істемейді ешқандай. Сіздер жұмыс істейсіздер ғой? Көмектеседі бұл кісі. Апарған продуктыны бұл кісі құртып жібереді да өзі. Қандай құртып жібереді? Осыдан бізде сотрудник істеп кеткен бір кісі. Мен зат жібердім барасылар. Соған жаңа мал сойы беруге адресін беріп, сол апарған көршілерді кеше айтып жатыр. Ет алып келеді, бұл кісі көмектеседі, бірақ жоқ екен. Балаларға беріп отырсың, құртып жіберген жоқ. Бала қарамайды, 5 айлық баланы көрсеңіз, 1 айлық бала сияқты. 16 жасар баласы бар, 10 жасар бала сияқты. Мен киім де апарып берген, өзі біледі, қалай көмектескен. Мен кеше айттым, Марина, қой, ішуді қой, сен анасың, мен де анам, мен де ертең декретке шығамын. Мен де кетем ертең. Сен де анасың, мен сені түсінемін, но бірақ болмайды. Сен мен балаларымды алып қоя алмайсың. Сіз кімсіз? Мен сенің мектебің инспекторың, әуесі мектебі. Мен жиі барам, әкімшілік барам. Бәрі біледі. Больницаға апарып сіздесің, средний степень бересіз. Құжаты жоқ ешқандай. Бұл қырғыз азаматы, жолдас детдомда өскенде, біз жолдасына көмектесуге тырысып, детдомға запрос жасадық, екі детдомға. Осында отказ беріп, жоқ, ол жақта болмаған күйеуі. Құжаты анықталмай жатыр, әлі бітпей жатыр күйеуінің. Күйеуіне біз туу туралы куәлік алып жатыр. Бұл кісіде құжат жоқ өзінде. Балалардың 5-еуінде құжат бар, бірақ иін жоқ, бірақ балада иін бар. 4 балада иін жоқ. 2 қыздар, соңғы 2 қыздар туу туралы куәлік мүлдем алды. Құжат жоқ. Мен кеше енді өзі біледі ғой, мен өзім мұнда декретке шықтым, өзім декретке кетейін деп тұрмын. Мен декретке шыққалы осы кісімен таныстым, сонымен жұмыс жасап жатырмын. Кеше мен ата-аналық құқығын айыруға бір кісі сотқа барған кезде балаларын саңғат жолықтым, осындай жағдай болып жатыр, біз не істейміз? Заң алып келіңіз, қабылдаймыз. 4 баланы, 5 баланы апардым. Екеуі әкесімен Қазандада болуына байланысты, ол жақ балуқта жете алмайтын болғандықтан біз ала алмадық. Ертең мен понедельник күні 2 шрейберді алып келеміз бері. Шрейберлерді? Білесіздер ғой, сол бала келеді, соны алып келетін кезде 2 баласын алып барамыз дедік біз. Өйткені ана жақтан шыға алмай жатыр бала. Өзіміздің өзі Уаз Хантерге машинадан келіп жатыр, машинадан батып кетіп шығара алмай жатыр өзімізді.
Енді мен бұл кісіге айтқам, түсіндіргем, өзі түсінбеді. Қазір 4 бала өмірлік қиын жағдай көп бар жаңағы үйінде отырғанда, кішкентай баласы үміт балалар малютка домдарының малюткада қазір. Кеше мен түнде жаңа сағат 10:30-да келдім. Түнгі сағат 2:45-те шыққам Талас ауданынан. Түнгі 2:45-те ма? 2:45-те шыққам, сағат 10:30-10:10-да мен Қаратауға жеттім. Бәрін апарып тастадыңыз, бәрін жеттіңіз. Енді сұрақты, бұл кісілермен сіз түсініксіз өзіңіздің жаңа профилактикалық жұмыстарыңызды жүргіздіңіздер. Кеше мектеп шақырылды, бәрі болды, басқасын. Көрді ғой? Көрді. Полностью көрді ғой, не болғанын. Завуч көрді, мектептің завучы көрді. Қай завуч келді? Тәрбие. Кім бар, Салтанат па? Алтынхан. Алтынхан деген бар. Және сіз айтып отырсыз, осындай күрделі қиын жағдайдағы отбасы. Бұл кісі маған айтып отыр, келді де мені баса көктеп менен алып кетті, менен есек, мен бір жарты сағатқа, мен тікей эфирде бүкіл сөздің бәрі жазып жатыр, жарты сағатқа мен шығып едім, мен бүйтіп едім, менен алып кетті. Мені бұл кісілерде жамандайды деп отыр. Енді біздің көршілер айтып жатыр. Сіз көршілерге барсаңыз қазір көршілер Ақшорай бірақ 20 келген кезінде жол жақ бетіне бірінші подъездге старший подъемный жауап беретін старший подъемный сөзді келіншектердің астын турам бұл кісінің кеше сенбесеңіз балаға киім болмай, соқсын балаларын шақырып көрдім. Киім жоқ балаларға, киім ешқандай, тамақ жоқ. Мен өзім қалтамнан шығарып, балаларға айран нанын алып бердім. Үйге салып, барғанша жеп барды. 3 булка нанды жеп қойды бала, сенесіз бе? 5 бала 3 булка нанды жеп қойды. Балалардан айтамын, анасын жақсы көремін дейді, ол шешем ғой дейді бала айтады. 16 жастағы балаға мен жаным ашылғаны барғанша жап барды. Әпке деді, ол мен шешем ғой дейді. Бірақ дейді, бізді тыңдамайды, келесі өніне қамап қойып, ер адамдар келеді. Баласын ойындап қашан келгенше олар естіп айтпайды, өтірік айтпаңыз. Көршілеріне сұрасаңыз, естіп айтпайды олар. Өмір мойындамайды, мен барған сайын мойындамайды. Ұстаған кезде хорошо деді, кеше жалынды, мен ана түсінем, мен де анам түсінем. Бірақ айтты, Лаура жібермеші. Енді мақұл, енді сіз енді Құдай қаласа, Алла қаласа жіберіп келіп кетесіз ғой. Енді шыны керек, мақұл, бұл кісіні қоясызда, менің негізі міндет ол балалардың құқықтарын қорғау керек. Мен өзім Жамбыл әкімінің және балалар құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия мүшесімін. Мен балалардың мәселесіне өте шектеліне қалаймын. Мен қазір анашым келіп тұрған жоқпын. Менен бірінші анашым келіп тұр. Өйткені баланың толықтай несін естеу. Енді баланың иіні болсын, балалардың болса Қазақстанда туылды, енді Қазақстан азаматы ғой енді. Осы жерде туылды, осы жерде тәрбиесін алып отыр, осы жерде мектепте білім алып жатыр. Иіні жоқ болса да, басқа жоқ болса, оларға алдағы уақытта жоғары оқу орнына түсу керек, басқа болу керек. Біз енді балалардың иінінен осы жердегі толық құжаттарын алу үшін қандай жұмыс жеделдетіп істеуіміз керекпіз. Біз енді комиссия мүшесімен жаңа сөйлесіп жатырмық қой заң әкіммен. Сосын комиссия мүшесі құталып жатыр. Бүгін демалыс болмай демалады заңды. Біз де енді 24 сағат жұмыстамыз. Сіздер қарамайды. Бірақ мен өзім смен еді жаңа түнгі сменге шығуыма байланысты. Мен демалуым керек еді, сіз шақырған келіп тұрмын. Рахмет келгеніңізге. Жоқ, ол қарсы жоқ, жұмыс қой. Бірақ бұл кісі ертең понедельник күні Құдай қаласа 11-де жиналыс болады еді. Сол жиналыста шешеді. Біз бұл кісіге емес, жолдасына документ жинастырып жатыр. Өйткені бұл кісі ешқандай көмек көрсетесің, оны түсінмейді да Түркістанда, қалай жақсылықты түсінмейді. Бұл кісіге қалай көмектесті. Киімінде, даже айтады, ұятты болса айтайық, унитазын ауыстырып берді, апарған квартираны. Қаралмайды, үйдің жағдайы өте төмен. Сіздер фонмен оформить етіп, нелеріңіз бар ғой, құжаттарыңыз бар ғой өздеріңізде? Иә. Фондсын енді жаңа кеу дейік мақұл. Енді сол комиссиямен сіздер шешім шығарып бересіздер ме ол балалардың толықтай құжаттандыруына? Әрине, тура осындай жағдай болған, мен сізге айтып өтейін. Қазір Абдуллаев Рамазан деген азамат болған, әйелімен заңды некеде болмаған, азамат некеде тұрған, 2 бала болған, туған бөлесіне әйел үйленіп кетеді, күрді отыр. Күйеуінде ешқандай құжат жоқ, туу туралы куәлік ешнәрсе жоқ. 2 баламен бейімдеу орталығына өткізіп, 2 айдың көлемінде туу туралы куәлігін, отцовство бәрін тағайындап алла берсе біттік. Ертең сол шрейдермен бірге сол 2 баланы алып келеді, әкесін алып береміз. Сол сияқты бұл кісінің де жолдасына солай документ жасап, көмектесіп, жаңағы туу туралы куәлігін, отцовство беріп қойған ғой, туу туралы куәлігін алып беріп, удостоверение істеп берсек, әкесіне береміз балалар. Мен бұл кісіге беремін деп сізге айта алмаймын.
бұл кісіге көмектесуге тырысамыз біз көмектеспейміз емес, бірақ бұл кісіде азаматтыққа еш нәрсе жоқ. Бұл кісіге ұзақ уақыт кетеді ол үшін. Енді Марина, қараңыз, енді сізге былай айтқанда заңды тұрғыдан өтегенде балалардың осы Қазақстан Республикасы азаматы ретінде құқығын және олардың толықтай құжаттарын жасап беру әкесіне жұмыс жасалады. Екі бала ғана соның атында. Енді бес балада әкесі Рустам ұлы болып берілген туу туралы куәлігінің бәрінде Рустам ұлы болып берілген. Рустам екі қызда ғана ұлы, бірақ Гасан ұлы. Туу туралы куәлігінде екі қыз жоқта, сол үшін екі қызда кімге шықса қыз екі қыз ауада тұр. Радонда бұл кісі қағазы бар дедім кеше. Сол қағаз арқылы біз екі қызда туу туралы куәлік жасап жіберетінбіз. Балаларды құжаттандыруымыз керек болды. Ол жерде міндет Гасанов па, ол Азимов па, Азизов па? Одан кейін Марина, оның ол жерде қазір дауласатын кім Марина? Қазір бұл жерде кімнің фамилиясында болады, кімнің атында болатын бұл жерде басты дау жоқ. Бұл жерде басты дау балалардың құқықтары қорғалып, балалардың құжаттарын бәрі ары қарай дұрысталып, ары қарай олардың үлкен өмірге жоғары оқу орны болсын, не болсын, толықтай құжаттармен олар ары қарай қадам аттау керек. Енді 18-ге келіп қалды, 18-ге келгеннен кейін колледжге түсу керек, НТ тапсыру керек, НТ-ні как балалар өте керемет, тәрбиелі балалар. Түріне қарасаңыз, менің балам деуге қызығатын балалар да, бірақ ынжықта бала әбден басып тастаған балалар да. Енді кеше біз айтып жатырмыз, бұл кісі енді түсінеді, мен де анамын. Мен де көмектесіп түсініп тұрмын, енді бұл кісінің балаларын алып кетіп тұрды маған да. Мен енді опека дейді ғой, жаңа біз дін бөліміне опекамен барып алдық. Опекада кім болдыңыздар кеше? Опеканың өзі болды кеше. Лаура деген. Лаура болды, сіз болдыңыз. Мен бұл мектеп әкімшілігіне. Мектеп әкімшілігіне кім? Жаңа Алтыхан деген ағай болды. Алтыхан. Көршілер сол жерде бүкіл көршісі болды. 3-ші этаждан жоғары қарай бүкіл көршісі болды. Бәрін апармай кетіп, актив етіп шықтыңыздар ғой. Фотоға, видеоға бәрін түсіріп алдыңыз. Бұл кісіге мен айттым, түсіндірген кезінде де бұл кісі өзі біледі, барлық жағдайды өзі түсінеді, біледі, мен айтқам, түсіндіргем. Енді қалай айтсам болады, бұл кісі сәл жеңіл жүріске салынбау керек еді. Бұл кісі айтады, мен жарты сағатқа шыққам, ол менің ағам дейді. Өзіңіз ойланып түн бойы кетесіз, ағаңыздың съемный квартираға барасыз ба? Сұрақ. Логично ойланып қарасаңыз. Мен алдында барғанда бөтен өз үйінде жоқ. Жаңа 3 айлық қызын алып Тараз қаласына кеткен, үйде 6 бала-шаға жүр, мен барам, бір еркек бөтен әйелмен жатыр үйінде, не дейсіз? Ол кісі кішкентай қызды оқиды екен, молда екен якобы. Анне балаларына сұрасам айтады, қарындасыңызды оқиды дейді, басқа ешкімді оқымайды дейді, жаңа молда дейді. Сіз кәмелет жасқа толмаған бала, бөтен біреуге тастап кеткен ол екеуі, сіз түсініп тұрған жоқсыз, әйел азаматы, ер азаматы не істеп жатқанын. Мен тура соның үстінен түсіп, өзім ақсиет жеткем. Сонда да мақұл деп ата-аналар құқығын айырып, документін істеу керек болып та ата-аналар құқығын айыру үшін. Ата-ана құқығынан айыру үшін бірінші құжаттарды құжат жасауымыз керек. Құжатсыз сіз бұл кісі қазір мен анасымын деп айтуға да өзінің құжаты жоқ болып тұр, міне мен деп дәлелдейтін де құжат болмай тұр. Мен сол үшін әкесіне көмектесіп жатырмыз қазір. Әкесі жұмыс істейді, балаларға жаңа мал бағады, тапқан ақшасын істейді. Біз жаңа мал бағатын жердің егесі дейді ғой жаңа. Қазанда егесімен де сөйлестім барып мен. Сол кісі айтады, менің құжаттарым бәрін істеп жатыр, ол кісі жүгіріп жатыр. Мен дейді ақшаны аяғында берейін десем, бұл кісі аяғына шыдамайды дейді. Бер. 5000-дан жырып алайын аяғын берді. 2000-нан неге жетеді? Мен алған сайын жазып отыра береді ол кісіге. Аяғы айтады, мен сонда есептесем дейді, айлықтан шығып кетеді. Кеткен жоқ, ол 30 мың ғана беріп жүр. Мен санап отырмын бергенімді. Енді сіздің жаңа пікіріңізге рахмет. Енді бұның бәрі тікелей эфирде және генералдың қазір Марина қоя тұрмыз, қазір бұны біз генерал Сүлеймен мырзаға қазір белгілеп жібердік, өйткені ол кісі өзі қадағалауда ұстау керек деп істеймін, өйткені қансын 7 бала құжатсыз, 7 баланың былай айтқанда Қазақстанда туылып осыншама уақыттан құжатсыз жүруіне былай айтқанда бүкіл қоғам бәріміз былай айтқанда атсалысып, ол көмектесу керек. Бірінші кімге? Бірінші ол балаларға, өйткені бала өзінің әке-шешесін ешқашан таңдамайды.
Екіншіден, бала ол бала өйткені оның өмірі, тағдыры жақсы өмір сүру үшін бәріміз қызмет жасап жатырмыз, бәріміз міндеттіміз. И үшіншіден, баланың жаңағы әкесі оформлять етесіздер ме, анасын оформлять етесіздер, басқа қыласыздар ма, оны өздерінің заң жағымен шешіп қарайсыздар. Сіздердің менің басты келген себебім, ол кісі хабарласты, айтты, осындай бассыздық болды, не болды деп. Енді сіз өзіңіздің пікіріңізді беріп, ертең комиссияға шығарамын, осы мәселені бір шекті шығарып, бүгін құжат жасауға. Есімің Исламбек Дастан. Исламбек, сізге бір сұрақ қойдым. Менде бәріміз оқыған, 25 жаста өмір сүріп қалғанбыз ғой. Менің де құқығым жоқ қой. Форма киіп деп, мен де басқа бала алмаймын біреудің баласын. Бұл кісіні мен барып бастап жұлып алатын, мен де жынды емеспін ғой. Бұл кісіге профилактикалық жұмыс жасалған, барлығы таныс, біледі, қандай мән-жайдың бәрі түсініп тұр. Мен бұл кісіге бір рет емес, қанша рет ескерткен. Менде актісі бар, фото отчет, мен дело арнайым, жайсыз отбасы болғаннан дело арнайым. Маған делода жиналады. Мен бұл кісіге талай ескерткен. Енді қимылдамады, жұмыс істемейді өзі. Бір бала қарап отырсаңыз, енді 7 балаға қарау керек. Кішкентай балаға қарасын демесем, кішкентай баланың өзін баласына тастап кетіп тұрған, сіз не дейсіз айтыңызшы? Түсінікті. Енді осы видеоны көрген тікелей эфирдегі көрген көрермендер, мүдделі орган өкілдері, Талас аудандық осы салаға жауапты аудан әкімінің орынбасары осы мән-жайттардың бәрін ескеріп, осы аудан бойынша осы балалардың құқықтарын қорғап, әкесіне тез тапсырып. Өйткені қанша дегенде мен мысалы цанда жатқан балалар үміттегенде жатқанды мен қаламаймын, өйткені бала нештегенде ешкім қаламайды. өзінің әке-шешесі жақсы болсын, жаман болсын, солармен бірге өсіп, солармен бірге қиыншылықтарын бірге көріп, жақсы күндерін көріп, сөйтіп өсіп тәрбиеленген мен қалаймын. Сол үшін алдағы уақытта мен ойлаймын, осы мәселенің бәрі жедел түрде шешіліп, өзінің шешімін табады деп. Рахмет. Тікелей эфиріміздің үзіліп жалғастырамыз, өйткені оны жалғастыру себебіміз осы Талас ауданы әкімінің орынбасары жаңа ғана сайланған, көп болған жоқ, Роман Алимханұлы келді. Одан кейін осы жерге балалардың оқитын мектебінің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Алтынхан Қосыбайұлы. Алтынхан Қосыбайұлы осы жерге келді. Енді осы негізі шыны керек келіп құжаттарын жаңағы бірінші әкесінің құжаты рәсімделуден басталыпты. Осы туралы Роман Алимханұлы айтып жіберсеңіз. Бұл жанұя тұрақты түрде бақылауда, әкімшіліктінде, мектептің басшылығында, үйдегі қызметкерлерінде әкесінің бастапқы құжатын рәсімдегенбіз. Жақында ғана дайын болды. 13 қаңтардың дайын болды. Енді мынау жерде қалған бала шағасының құжаттарын рәсімдеуге толық жұмыс жасап жатырмыз қазір. Жаңа өзіңіз айтқандай тұрғын үймен қамтылған бұл кісі. Енді қараусыз жаңа үйдегі қызметкерлерді айтып отыр. Үйдің жағдайы қазір өте нашар болып кеткен. Азалық жоқ, қараусыз қалған бұл айтқан кезде. Енді мектеп әкімшілігінен сұрайын, балалар қандай негізі? Балалар жақсы, өте жақсы балалар. Сабаққа да қатысуы, момын балалар, ешқандай бұзушылық, ешқандай нәрсе тіркелген емес ол кісінің балалары. Анау екі бала қазір фазендада дейді. Фазенда ол кісі бұлардың әкесі сол жерде қойшы ғой. Сол демалыс күндері барып қасына көмектесіп. Әкесі бар кезде көмектесіп жүрген. Қазіргі өткен аптадан бері оның әкесі жоқ, ол шарада жоқ. 2 апта болған, қазір жоқ. Осы кісі барып бірге алып кеткен күйеуін. Қазір таңда ол шаруа қожалықта жоқ. Шаруа қожалықтың төрағасымен сөйлестік біз. Қазір таңда бар ма деп жоқ деді ол кісі. Балалар кімде сонда? Көзбен көз сөйлесіп жүр. Сөйлесіп отыр. Балалар кімде? Қазір таңда жаңа 2 бала енді бұл кісінің жаңағы бауырларын алып кеткен шығар жігіттермен. Жаңағы шаруа қожалықта бұл кісінің нақты күйеуі жоқ қазір бұл жерде. Енді тура осы жағдайды жергілікті әкімдік және Маринаның өзіне де түсіндіріп айттық. Өйткені қазіргі уақытта бұл жағдайдың болуына бірінші себеп өзінен, екінші себеп бұл жерде балаларды санда жатқаннан, үміт балалар үйінде жатқаннан ешқандай былай айтқанда мен жақсылық көрмеймін. Негізі бала ата-анасының қасында өзінің мейірімділігімен өскенін осы жерде тұрған барлық азаматтар қолдайды, дұрыс көреді. Бірақ та ол үшін қазіргі уақытта полицияның
жауапты маманның негізгі пікірі бойынша анасынан гөрі әкесіне бүкіл құжаттарын бәрін апармайды етіп, бүкіл құжаттарын бәрін сол кісіге беріп, және сол кісінің атына толықтай балаларды өткізіп, сол балаларды сол кезде құжаттарын бәрі дайын болғаннан кейін әкесіне тапсыру міндеті тұр. Рахмет.